қош келдіңіздер. Мен атым Мінәуір болады. Қытай елінен келдім. Келгенме 10 жылдан асты. Әзір кезеңде Қазақстан азаматымын. Ол Қытайды қойдық. Енді Қазақстан азаматымын. Өте қуаныштымын. Бұл жерде бұл компанияға келудегі мақсатым, мысалы сіздер жаңа тыңдадыңыздар, қалай сіздер ұнады ма? Ұнады, бұған келудегі мақсатым менде денсаулық үшін келгенмін. 4 жылдан асты осы компаниядан. Өйткені ауырмайтын адам жоқ қой. Дәрігерде ауырады. Сонда мен қан қысымнан жығылғам 4 жылдың алдында бір себептермен. Және де мен давлением сол кезде 180-ден түспейтін. Үнемі школға шақырылып сол дәрі немересіне барып жататынмын. Сондықтан да бұл жерде бұны сол кезде мен 9 ай бұрын естіп жүргем осы сприді. 100%-ға сенем. Бірақ та денсаулығым жақсы болғаннан кейін қолданбағам. Сол кезде жығылғаннан кейін осыны барып қолдандым, алдым, 7 айдың курсын бірақ алдым. Сол кезде мен ең алдымен мына Виратрул дейміз, мынау бар. Осыны қолданған кезде, 5 ай деген кезде керемет жақсы нәтиже алдым. Содан бастап жұмыс жасап кеттім. Өйткені қиналып жүрген адамдар өте көп, өздеріңіз білесіздер. 2001-де сахарный диабет, содан Қытай елінде өте көптеген адамдарға жұмыс жасадым мен. Өйткені мен тілден кішкене қиналамын да, орыс тілін білмеймін. Солармен жұмыс жасап өте көп нәтиже. Ең керемет нәтижелер менде, былай айтатын болсақ ДСП-лар аяғымнан тұрып кетті. Және де бала көтере алмай жүрген адамдар қаншама? 15 жыл, 16 жыл болғандар, солардың өзі қазіргі таңда 30 нешедей адамдар әзір кезеңде балалы болып рахметін айтуда. Тіпті осы бір виталиктің өзінен бала көтергендерде менде көп. Сондай керемет. Өйткені оның құрамы өте керемет екенін мен дәрігер болғаннан кейін мен өзім дәлелдей аламын. Сондықтан да және давление дейміз, сахарный диабет дейміз, және тілі шықпаған балалар тілі шықты менде өте көп. Осы Черектің өзінде 3 әйел әзіргі таңда сәбилі болды. Ал мына Жаркентте 7 жасқа келген бір бала, ода ДСП, тісі шықпаған 2 тісі. Соны қолданып 15 күн дегенде тісі шығып, әзір кезінде сол бала жақсы, керемет. Сондықтан да былай қарасаңыздар, компания өте көп. Бірақ бұл компаниядай өнім жоқ. Неге десеңіздер, бұл тілдің астына сепкеннен кейін үстінде қанға сіңеді да, бүтін клеткалармен жұмыс жасайды бұл. Әр қандай дәрі клеткалармен жұмыс жасай алмайды. Олар 20%, 30%, мынау 98-де 100%. Сондықтан дұрыс қолданатын болсаңыздар, 100%-ға бұл сіздерге көмектесе алады. Мен әзір 200% деп айтамын. Өйткені мендегі аурулар мен өзім бақылап отырамын. Мынаны бергеннен кейін міндетті түрде нәтиже шығаруға мен тырысам. Сәйкесіп жұмыс жасаймыз деген сөз. Сондықтан да бәр адамға қажет бұл. Жаңадан туылған баладан қартайған кісілердің бәріне керек. Өйткені біздің денсаулығымыз жақсы емес әзір. Бәріміз де ауру. Сондықтан да бәрлеріңіздің осы компанияға кіріп, осы өнімді қолдану арқылы жоғары деңгейде сапалы өмір сүруге тілектеспін. Келгендеріңізге сондай қуаныштымын. Бұл жерге келген адамдар әдеттегі адамдар емес, өзін жақсы көретін осындай мықты адамдар келеді деген сөз.